Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Бірі сары майдай сақталып, бүгінгі ұрпақ еншісіне тисе, бірі заманауи жаңарып, өңін өзгертіп жетіп жатыр. Сондай өзгеріске ұшырап жеткен салтымыздың бірі шілдехана, шілделік, шілде күзет, өмірге келген нәрестенің құрметіне жасалатын той. Мал шаруашылығымен айналысқан қазақ халқы адам өмірге келгеннен кейін жақындарына сүйінші сұрап, жаушы жібереді. Сүйінші хабарды жеткізгендер ұл туса, ат ұстар, немесе жылқышы, қыз туса, көйлек тігер, 47 немесе сауыншы туды деп хабарлаған. Одан кейін туған туыстар, көршілер және алыс жақын ағайындар шілдеханаға жиналады да, бауы берік болсын деп тілек айтып, шашу шашып келеді. Шілдехана мәні алғаш нәрестені жан періден қорғап, күзету деген сенімге саяды. Сондықтан оны шілде күзет деп те атайды. Бұл ғұрыптың түпкі мәні бала мен ананы тіл көзден сақтау, жын шайтандардан қорғау дегеннен туындаған. Шілі, чілі, парсы тіліне 40 деген мағына береді. Дәстүрлі қазақ қоғамында бала үшін туылғаннан 40 күнге дейін қауіпті кезең саналған. Оған дейін нәрестеге көп адамды жолатпай, бала мен анасын жақсылап күткен. Шілдехана атауының түп мәні парсының чілтін, чіл қарақ, тін тән, дене сөзінен келіп шыққан. Қазақтар чіл атауын шілтен деп, оған 40 санын үстеп, 40 шілтен деп атаған. Себебі шілтеннің саны 40 болады дейді. Байырғы қазақ ұғымында шілтен атты рух болады. Олар мазарларда, кесенелерде мекендейді. Байырғы қазақ ұғымында шілтен атты рух болады. Олар мазарларда, кесенелерде мекендейді.